достар, құрметті оқушылар, ата-аналар және де ұстаздар. Мен Алматы қаласы Жетісу ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің азаматтық қорғау тобының офицері лейтенант Әуел Дулат Бекболатұлы. Сіздермен бүгінгі таңда қарастыратын тақырыптарымыз Көкшетау техникалық институты және де тұрғын үйдегі өрт қауіпсіздігі. Ең бірінші тақырыпқа келетін болса, Көкшетау техникалық институты еліміздегі құтқарушыларды дайындайтын жалғыз жоғарғы оқу орны. Сондай-ақ Көкшетау техникалық институты өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша іштей оқу түрінен өрт қауіпсіздік бакалавр біліктілігі берілу арқылы жоғарғы кәсіпті мамандарды даярлайды. Көкшетау техникалық институтын қабылдау және даярлау ережесіне сәйкес институттың іштей оқу бөліміне Қазақстан Республикасының 25 жасқа дейінгі және оқу жылынан басынан кейін 17 жасқа толған орта және жалпы ортақ білімі бар, әскери қызметке денсаулығы жарамды, оқуға түсуде емтихан қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы, физика және математика пәндерінен жетістікпен тапсырған және сайыстан мүдірмей өткен азаматтар қабылданады. Абитуриенттер институт ішінде арнайы ұйымдастырылған әскери дәрігерлік комиссиясымен міндетті түрде қосымша медициналық және психикалық тексерістен өтеді. Сонымен қатар белгілі нормативтерге сәйкес физикалық дайындықтан сынақ тапсырады. Оқуға түсу үшін комплекттік тест шілде айында тапсырылады. Комплекттік тест қазақ тілі немесе орыс тілінен, Қазақстан тарихы, математика және профильді пән физика тапсырылады. Күндізгі оқу бөліміне түсушілер емтиханды бөлек белгілі бір нормативке сәйкес 100 метр қашықтыққа жүгіру, турникке тартылу, 3000 метр кросстан физикалық дайындық бойынша сынақ тапсырады. Институтқа оқуға түсу үшін тамыз айынан бастап байқау жүйесінде тіркеледі. Күндізгі оқу бөліміне түсушілер казармаға орналасады. Іштей оқуға түскен азаматтар казарма тәртібі бойынша мемлекеттік есебінен тамақтанумен, шәкіртақымен қамтамасыз етіліп, жақсы жабдықталған жатақханада тұрады. Оқуды тәмамдаған соң түлектерге мемлекеттік үлгіде диплом беріледі. Арнайы өртке қарсы қызмет лейтенанты атағы беріледі. Сонымен қатар үздік бітірген лейтенанттарды елбасымыздың қолына диплом алады. Түлектердің әрі қарай Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің органдарында және бөлімшелерінде қызметті жалғастыру үшін жолдама алады. Еліміздің тыныштығын қорғау әр азаматтың міндеті деп ойлаймын. Здравствуйте, уважаемые учителя, ученики и родители. Я являюсь главным специалистом отдела по чрезвычайным ситуациям Жетысуйского района, Тойшибаева Самал Бахытовна. Сегодняшняя тема интерактивного урока – Көкшетауский технический институт и пожарная безопасность в жилом секторе. Көкшетауский технический институт – единственное высшее учебное заведение, которое готовит спасателей в стране. Также Көкшетауский технический институт по специальности пожарная безопасность осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов с присвоением классификации бакалавра пожарной безопасности по очной форме обучения. В соответствии с правилами приема и отбора в Көкшетауский технический институт Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан на очную форму обучения принимаются граждане Республики Казахстан в возрасте до 25 лет и достигшие 17 лет до начала учебного года, имеющие среднее и общее среднее образование, годные к воинской службе, успешно сдавшие при поступлении экзамены по предметам казахский или русский язык, история Казахстана, физика и математика и успешно прошедший конкурс. Абитуриенты в обязательном порядке проходят дополнительное медицинское и психофизиологическое обследование специально организованной военно-врачебной комиссии внутри института, а также сдают зачет по физической подготовке в соответствии с установленными нормативами. Комплексное тестирование для поступления будет проходить в июле. Комплексное тестирование проводится по казахскому или русскому языку, истории Казахстана, математике и профильному предмету физике. Поступающие на очную форму обучения сдают зачет по физической подготовке, по бегу на дистанцию 100 метров, подтягиванию на перекладине, кроссе 3000 метров. Для поступления в институт с августа месяца регистрируются в смотровой системе. Поступающие на очную форму обучения размещаются в казарме.
Мне совсем Граждане, Байалиби нет поступающие на военных, но очное он всегда обучение, мечтал о военной службе. обеспечивается питанием Готовил за себя счет физически, государства в отлично Казани, учился в казахской стипендиями, школе в Кокшетау. проживает в Став хорошо курсантом оборудованном единственного в общежитии. стране По института окончании спасателей, обучения юноша осуществил выпускникам выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание лейтенант противопожарной службы. Выпускники получат направление для дальнейшего прохождения службы в органах и подразделениях Министерства чрезвычайной ситуации Республики Казахстан. Защита спокойствия нашей страны – обязанность каждого гражданина. Ал екінші тақырыпқа келетін болсақ, тұрғын үйдің өрт қауіпсіздігі бойынша. Ең біріншіден есте сақтайтындарымыз пештің жолдарын жиналған күйеден және күлден тазарту, оны ай сайын жүргізіп өту. Пештің сынған металл конструкцияларын ауыстыру және кейіннен үйде моншада пешті қыздырмау. Үстін құбырын жабынның жанатын құрылымдарының кемінде 38 см. Жанатын құрылымдардың пеш бетінде дейін кемінде 10 см өртке қарсы шегініс жасау. Әрбір пештің жанатын елінде есіктің алдында жану парағының өлшемі кемінде 50-75 см. Шатырларда, түтін мұржаларда, сондай-ақ түтін арналары өтетін жерлерде қабырғаларды әктеу жарықтар мен күйген жерлерді анықтауға көмектеседі. Пеш қатты отыны бар үй-жайда улы газды датчигін орнату. Үй-жайларында жылуды үшін газ плиталарын қолданбау. Газ беру жүйесін бұзуға, сондай-ақ қолдан жасалған пештерді пайдалануға болатын газ кесу құрылғысын өз бетімен жөндеуге жүргізбеуге кеңес беремін. Тағы да басқа газ пеші бар үй-жайда табиғи желдетуге арналған тесік қарастыру, пайдалану алдында иілгіш құрылғыларды бекітілгіштердің сенімділігін тексеру. Балаларды және пешті пайдалану ережелерін білмейтін адамды пешті пайдалануға жіберуге тыйым салынады. Газ аспаптары мен пештердің жиһаз бен басқа да жанғыш материалдарды алып тастау, киімдерді кептірмеу, пешті және олардың жанында жеке отынды қоймау, үйде ақаулы электр желісін жөндеу, зауытта жасалған электрик сақтағыштарды қолдану, электр желісін шамадан тыс қолданбау, ғимаратқа электр сымдарын енгізу, электрлік қондырғылардың орнату ережесі талаптарына сәйкес орнатылады. Электр плиталардың үтіктерді, электр шайнектерді мен керосин аспаптарын жанбайтын тораптарға орнату. Қолдан жасалған электрик жылытқыштарды қолдануға болмайды. Шатырларда, жертөледе және аумақтық құрылыс арасындағы өртке қарсы жыраларда сақталған жанғыш қоқыстарды және материалдарды тазартып отыруды естен шығармаймыз. Өз өміріміз өз қолымызда. Сіздерге бүгінгі тақырыпты түсіндірген Алматы қаласы Жетісу ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің азаматтық қорғау тобының офицері лейтенант Әуел Дулат Бекболатұлы. В целях обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе вам рекомендуется провести следующие мероприятия. Очистить дымоход от накопившейся сажи и золы, заменить треснувшие металлические конструкции печи и в последующем не перекаливать печь в доме. Выполнить разделку дымовой трубы от сгораемых конструкций перекрытия не менее 38 см, противопожарную отступку от сгораемых конструкций до поверхности печи не менее 10 см. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверцей прибить предтопочный лист размером не менее 50 на 70 см. На чердаках дымовые трубы, а также стены и местах прохождения дымовых каналов побелить. Побелка может выявить места трещин и прогаров. В помещении, где имеется печь, твердое топливо, установить датчик угарного газа и сигнализатор природного, газовое отопление, не использовать газовые плиты для обогрева помещений, не проводить самовольно ремонт газогрелочного устройства, в ходе которого можно нарушить систему подачи газа, а также не использовать печи кустарного производства, не пользоваться печами без вентиляционных каналов и отсутствие тяги во избежание попадания газа в помещение. В помещении с газовой печью предусмотреть отверстие для естественной вентиляции. Запрещается допускать к использованию печами детей и лиц, не знающих правил пользования печами. Убрать от газовых приборов и печей мебель и другие сгораемые материалы. Отремонтировать неисправную электросеть в доме или в квартире. Применять электропредохранитель заводского изготовителя. Не перегружать электросеть.
Ввод электропроводов в здании выполнить в соответствии с требованиями правила устройства электроустановок. Электроплиты, утюги, электрочайники и приборы устанавливать на несгораемые подставки, не применять самодельные электрообогреватели, очистить чердаки, подвалы и территорию от сгораемого мусора и материалов, хранящих в противопожарных разрывах между строениями.